Ал мен мына видео камераны тексерейін деп отырып, тексеріп болып, видеоның бәрін түсіріп болып қарап отырсам, тап-таза түсіреді екен. Я, керемет. Бірақ бір кемшілігі бар. Менің бетім, мен угри толған тұмсығым дейміз. Қатты мән бермейміз, бірақ камераның сапасы қатты ұнады. Түсіріп 20 минуттай сөйлеп енді угри болды деп салмай қоям ба, қойшы. Не десе о десін. Кетері угри, әйтеуір. Бірақ видеоны салам не болса да. Ал бастайық. Сәлем достар. Жай ғана влог жүргізсем осы видеода. Мына камерамен, жаңа камерамен. Енді бұл iPhone емес, нағыз видеоға түсіруге арналған камера. Аты DJI Osmo. Қазір Канадада жүрмін. ақштан 2 минут машинамен келіп, уже басқа елдемін. Үлкен қала. Мынау менің айналамда. Дельта деген қаладамын. Winskill Aquatic and Fitness Center дейді. Яғни бассейн бар, суға жүзіп үйренетін жер, сосын барып фитнес, яғни жаттық көтереді ғой. Пресс шығарып, мускул шығарып сөйтетіндер. Ішінде көп мектеп оқушылары, high school дейді ғой. Сосын барып қарт қариялар да көп келеді екен. Мына жақта енді мүлдем басқа әлем болып тұр ғой, басқаша спортпен айналысады да бұлар. Бейсбол дей ма? Сондайлармен айналысып жүрген канадалықтар. Міне бейсбол деп жазып қойыпты, я. Сосын мынау паркинг. Жай ғана осы камераның сапасын тексере отырып, Канаданы да сәл көрсетіп тастайын. Канада қандай екен. Мынау үйлердің қасында орналасқан. Жетеліп кеттім ғой. Үйлер мынандай. Көліктер көп, сосын барып, автобустар да жақсы жүреді. Канадада күшті. Сол жағынан. Америкада депрессия болып кетесің ғой. Өзіңде сәл бостандық жоқ сияқты болып. Көлігің болмаса, өткені шыға алмайсың. Bir жаққа барғың келсе, алыс. Сондықтан үйде отыруға тура келеді да. Жүргізуші куәлігін алмағанша, көлік алмағанша, солай. Ал мына жақта автобус бар. Сосын доқпен жүретін Алматыдағыдай автобустар да бар. Сосын барып SkyTrain деген бар. Ол Астанадағы LRT дейді ғой. Сондай төбеге жасап қойған метро сияқты. Сондайлар бар. Бірақ барлық жерде емес. Бірақ, автобус арқасында көп жерге бара аласың. Сосын барып, не айып кетті деп ба? Жай ғана өзімнің байқаған нәрселерімді, ойларымды, әйтеуір каша-маша болып, бүкіл нәрсені айта береді. Канада, жалпы Канада туралы. Мына жерде не көрдім, соның бәрін айтып жатырмын ғой. Бір нәрсе туралы айтпағаным үшін кешірім сұраймын. Ойыма түйгенді, көргендерімді, қандай екенді айналамды көрсете берейін да. Газонды басып өтсем мені ауылбай деп ойлап қалам екен деп. Жарайды, былай өте салайшы. Таксилер, жасыл такси, Green Cap деген. Мен жақсы көретін түсім ғой. Сосын ой мынау қай жаққа өтейін деп отыр. Жолдан өтейін десем, бірінен кейін бірі өтіп кетті ғой. Мынау үйіміз мәселен. Алдын қарасаңыздар тап-таза, я. Мына жақта жүретін жол бар ма? Жолдың бәрі жоқ. Жоқ тастапты. Мынаны дамбалдай қып қойып тастапты ғой. Адам жүретін жол жоқ. Канада, сен қайда кетіп бара жатсың?
десең де. Сосын канадалықтардың ерекшеліктері газондарын өте баптап күтеді, қырқып жақсылап. Олай о, қандай күшті. Мынау әдем болайын деп тұр ғой. Қызғалдақ. Газондарын күтпесе, бетімді көрмей қалдыңыздар ғой. Бетімді де көрсеткім келеді, айналаны да көрсеткім келеді. Бірақ бетім толған огрей, алдына камера тап-таза көрсетеді. Айналаны да, көбінесе айналаны көрсетейін, арасында бетімді де көрсетіп қойыңдар, мен бармын деп. Осылай газондарды жақсылап, қырқып, әдемілеп қоюға тырысады. Әйтпесе мына жақта менталитет Америкадан бір айырмашылығы, газоныңды тып-типыл қылып қырықпасаң ұят деген менталитет бұл жақта. Көршілерден ұяламын деген сияқты. Мынау онша емес ғой деп салақ деген сияқты сөз келеді да, жалпы. Осындай. Сосын Америкадан тағы бір ерекшелігі. Енді Америкадан ерекшелігіне секіріп кеткен ба? Бүкіл тақырыпты айтып кеттім ғой. Мынандай жол белгілері әрине. Бірақ көбінесе екі елде де ұқсас. Бірақ мына жақта француз тілінде де бар. Бірақ бұл ағылшынша сөйлейтін бөлігі Канаданың. Айтпақшы, я, Канадада французша да сөйлейді. Ол шығыс бөлігінде. Мына жақта ағылшынша ғой. Осылай. Мына жаққа жүре берсем не шығады екен? Жай серуендеп көрейінші. Автобус үй болу керек. Өзінің үй бар, әрі автобус үй бар ма? Қалай сонда? Қыдыруға арналған ба сонда? Өзі қыдырып жүріп, осының ішінде тұрам екен. Қызық. RV деп айтады, ағылшынша. Қысқаша. Толықтай не білдіретінін білмеймін. Көктем ғой қазір. Осындай әдемі гүлдеп тұратын. University of Washington дегенде күшті істеп қойған екен да. Ағаштар тола осындай гүлдеп тұрған. Бүкіл жеріңе қарасаң, осындай розовый гүлдер толып тұрған. Соған бару керек еді, бірақ гүлдердің бәрі түсіп жатыр. Ал оған баратын нақты себеп болып тұрған жоқ менде. Бәлкім келесі жылы шығар. Бірақ көктем менің сүйікті мезгілім. Сәл жылса жақсы болар еді. Мынау әлі толықтай жайлы ауа райы болып тұрған жоқ. Әлі жылы киіну керек бәрібір мен. Сосын серуенімізді жалғастыра берейік. Патриот туын іліп қойыпты. Бұлар патриот болса туларын қатты іледі. Американдық флагтар, канадалық флагтар мүмкін үйлеріне іліп қояды. Бізде болсын, Құдай-ау. Міне тағы бір шықты. Мынандай ғой. Баяғыда бір жаңалықтардан естіген, біреу балконына көп қабатты үйде тұратын адам Қазақстанның туын іліп қойып, оған штраф салып, ондай соттамаған шығар. Бір ерсі қылықтар жасайтын бар ғой, мемлекеттің сондай. Міне нағыз. Мынау күшті материал болды ғой. Нағыз патриоттың несі, тулары тола, бірақ сонымен қатар ойыншықтар да көп екен. Сосын кімге дауыс беретініне де жазып қояды екен. Аудандық па, нағыз президент жоқ бұл жақта. Премьер-министрді ма кімді сайлайтынын жазып қояды екен. Мынау жүргенде машиналар өтетін не емес, бағдаршам емес, бірақ кішкентай бір жарық жанып өшіп тұратын өтетін жасап қойыпты. Кішкентай соншалықты көлік көп өтетін жол болмаса да жасап қойыпты осындайда. Сол жаққа сәл өтіп кетемін ғой, мына жақтар қызық емес болып кетті.
иә осылай әңгіме айтып жүріп влог түсіре беремін ғой, түрлі нәрсені айтып. Сосын мынандай көліктер туралы да пикап дейді ма, пікір бар. Үлкен мына ағаш үлкен о yellow light car flashing дейді ма. Мына жақтарға барсам не болады екен. Ал пикап туралы, пикапты мінетіндер анандай болады екен да, көбінесе республикандық деген партия бар, сондайларды қолдайтын әлде бір мен еркекпін деп бүйтіп қалғандар болады ғой, бүйтіп көкірегін жыртып сөйтіп ақырып сондай бір анайы тірліктерді көрсетпесе тұрмайтын ше. Қазақстанда қатын ұратын деген сияқты сондай адамдар пикап мініп сөйтеді, сосын барып жолда тез айдап, қатты айдап сөйтетіндері бар. Олардың сосын пикап мінетіндер, иә, сондай дөрекі, консервативті адамдар әйтеуір. Сондай қызық нәрсе бар. Бірақ 40 миллион теңге екен ғой Қазақстанның ақшасының. Үлкен пикаптар. Оған әлі адамдардың ақшасы сәл кризис болып жатыр ғой. Ондайларды азайтатын сияқты ғой. Мына жақта кішкене бір көше тағы да, мына жақта көрейін да. Сосын барып кері қайтайын. Міне түсіп қапты. Мына ағаштардікі көрмей кетем ау. Ағаштардың гүлдеп тұрған бітемде. Мынаны қараңыздар. Әбден күтіп баптап қырқып қойған ғой. Қандай әдемі. Кішкене бір көше сияқты ғой. Бүйтіп тупик. Мына жаққа барсаң, ары қарай жол жоқ. Жарайды, көрейін. Гүлдер толып жатыр жерде. Осындай үйлер шықты алдымыздан. Сосын мындай болады нөмірлері машиналардың. Сосын барып бір ерекшелігі, бұлар алдына қояды, алдына қояды. Бірақ кейбір штаттар, кейбір жерлер Америкада мысалы алдына қоюға міндетті емес, көліктің алдына нөмерді қоюға міндетті емес. Сондай қызық нәрсе бар. Иә, мына жаққа келдік. Жасыл үй, ақ үй, жасыл үй, ақ үй. Ал қайтатын уақыт болды. Мынандайды Түркістаннан көрген сияқтымын. Керуен сарайдан. Ұқсап тұр. Бірақ иә, қайтатын уақыт болды. Шамалы экскурсиямыз осы болды. Ары қарай келген жерме қайтамын, влогымды түсіріп болдым ау. Иә. Тағы не айтсам болады деп. Алдымнан адамдар келе жатыр, ұялып қалған дейді. Тоқтамайын. Ұялсам да түсіре берейін. Сөйлеп, сәлемдеп. Иә, сәлемдемеді. Жақсы болды. Мынандайлар, бұлардың менталитеттерінде, сосын тағы да мына ағаш әдемі екен. Күшті. Қызық формасы, иә. Көшеде мысалы адам кетіп бара жатады ғой. Айналаңда ешқандай адам жоқ болса, тек қана өзің, сосын тағы бір келе жатқан адам немесе 2-3 адам келе жатса, бір-біріне сәлем дейді да. Сәлем немесе қайырлы күн деген сияқты сөздерді айтады бір-біріне адамдар. Сосын мына жақта басында үйренісе алмай, ұялып, ойбай, қашып адамдарды. Бірақ соншалықты жаман ұялатындай нәрсе емес қой, бірақ сосын барып үйреніп кеттім. Қызық болды. Канадада көбірек айтады дейді, сәлем деп бір-біріне айтпаса,
ренжіп қалады деген сияқты. Бірақ өздері бастап айтса болды ғой, жауап қайтара саласың, болды, сөйтіп өтіп кете бересің. Сондай қызық нәрсе бар. Қазақстанда болса ондай менталитет бізде жоқ. Мысалы айдалада кетіп бара жатса, айдаладан бәлкім сөйлер, бірақ мысалы қаланың шетінде бір танымайтын адам кетіп бара жатса, сәлем деп айтпайсың да ғой. Бірақ білмеймін, бірақ кейбір балдар, кішкентай балдар қол алысып сөйтуі мүмкін, бірақ одан басқа жоқ ау. Иә. Қытайлар кетіп бара жатыр, қытайша сөйлеп. Мына жақта қытайларда көп көшіп келген иммигранттар. Бұл Канадада көптен көшіп келген ақ нәсілді канадалықтар бар. Сосын барып, мына жақта негізі мен тұратын жер Ванкувер, соның айналасындағы қалалар ғой. Бұл жақта негізі тұратындар сол ақ нәсілділер. Сосын барып соңғы жылдары Канадада не болып еді, өтірік студенттер Индиядан келген ағылып келді, тонналап өтірік студенттер. Мынандай жағдай болған екен да. Университет оқу орындарының несі бар ғой, сертификат несі талап етіледі ма десем, ондай емес екен. Өтірік оқу орнын ашып алу, мысалы, оңай болған екен да бір кезеңдерде. Соны пайдаланып, көп адамдар өтірік оқу орындарын ашып қойған екен. Мысалы, кішкентай ғимаратқа мынандай университет деп ашып қояды да. Сосын барып, оның ішіне адамдарды қабылдайды, үйіп төгіп, сосын олардың ақшаларын алады, сөйтіп байып кеткен екен. Сосын олар Индиядан келеді, студентпіз деп, оларға тіпті мына өтірік университеттерде, колледждерде емтихандарын тапсыратын болса, кітапты ашып қойып тапсыра беретін, сондай болған екен. Мысалға қызық жағдай осындай. Мынандай мамандықтар болады ғой, мысалға аспаз дейміз ба, сондай бір жеңілірек мамандықтар деген сияқты. Сондайларды үйретіп ақша тапқан екен. Сөйтіп қазірге енді ағылып келді индиялықтар, солар бар жүрген. Бірақ олардың көбісін уже 2-3 жылдан кейін кету керек, өйткені резиденция картасын бермесе, картасын алып алса, яғни осы жерде тұратын жеке куәлік сияқты бар иммигранттардың, одан кейін олар 2-3 жылдан кейін паспортын алып алуы мүмкін да. Көреміз енді, кейбіреулер кетеді, кейбіреулер кетпейді. Сосын барып арасында арабтарды көресің. Сосын барып, көп емес арабтар, одан кейін оңтүстік шығыс Азия дейді ғой, филиппиндіктер, сондай сияқтылар арасында көруге болады. Одан кейін қытайлықтар өте көп. Олардың келген жылдары 90-шы жылдар ма сондай болған екен да. Мысалға біткен екен да, криминалдар, сендерде 1 миллион канадалық доллар болса, ойланбастан келе беріңдер деген екен. Канада қылмыстарын да тексермеген екен, қандай адам болғандықтарын да тексермеген, солай үйіліп адамдардың келе беруіне жол берген екен. Сосын түрлі гангстерлер, мысалы Қытай Гонконгты алып атқан кезде, олар Қытайға ұсталып қалмас үшін Канадаға келген екен да. Сондай нашар адамдарды тартқан екен. Ал оның кейбіреулі келгеннен соң криминалдық өмірлерін тоқтатқан, кейбіреулер тоқтатпаған, сөйтіп осындай
иә, атыс шабыс сондайларды Канадаға келіп алып жасап жүре берген екен. Сосын индиялықтар да Канадаға келіп алып біткен екен. Бизнестерге барады. Мысалы, маған ақша бер дейді. Ақша бермесең өлтіріп кетем, бизнесіңнен айырыласың деген сияқты қоқан-лоққы көрсетіп, индиялықтар сол Индияда криминал болса, осы жаққа келіп алып криминал болған өмірлерін жалғастырып жүр екен. Атыс шабыс жаңағыдай мылтықпен келіп алып, сондай көшеде болып жүр екен. Бір-бірімен атысып, кім Қазақстанда не дейді, оқушылар крупта дей ма, крупта жүрген сияқты. Кім атаман деген сияқты болып тұр ғой. Бір-бірімен күресіп, сондай қызық тақырып. Солда бар. Иә, негізі, иә. Сосын ресторандарға барсаң, ресторан, фастфуд жейтін жер. Ой, мына жақта шулап жатыр ғой машинаның дауысы. Мына жаққа жүре тұрайын тағы да, мына өшкенше. Сондай ресторандарға барсаң, мысалы дүкендер, кассирлар деген сияқты, сондай бір оңай кіріп кететін жұмыстар бар ғой. Сондайлардың бәріне әйтеуір нелер, индиялықтар, өтірік студент болып келген индиялықтар жұмысқа тұрып алған екен. Дубай сияқты болып кеткен екен да. Катар дейміз ғой. Қызық нәрсе әйтеуір. Канадалықтарды кейде табу қиын болып кетеді да. Жұмыс орындарынан көрмейсің. Ресторанға барасың, нағыз канадалық, осы жақтан баяғыдан тұратын туылып тұрғандар табу қиын. Ал индиялықтар болса, аз айлыққа жұмыс жасай береді. Олар болса, бір үйдің ішінде 4-5 адам болып жата береді деген сияқты. Сондай жағдайы төмен жұмыс орындарында өмірлік жағдайларда өмір сүре береді дейміз бе. Сондай. Сол. Иә, мен мына жаққа қайтып келіп қалдым. Жаңа фитнес пен бассейн орталығы. Мыналарды тоқтамай келіп кетіп отыр. Жаңағы бейсболмен айналысып жүрген оқушылар кетіп қалған ау. Иә, айналып келдім. Иә, сондай бір менде толған оқиғалар. Иә, иә, осы влог осындай болды. Әлде жалғастырайын ба? Осы жерден тоқтасам тоқтады, тоқтамасам ары қарай түсіре берем қаланың тағы бір бөліктеріне барып. Сапасын өте қатты білгім келіп жатыр, қалай шығатынын. Мына камераның формасы өте қолайлы екен негізі. 4 бұрышты бетіп қалған қарапайым камералар болады ғой бұрынғы. Сондай қарағанда өте қолайлы дейміз ба? Сондай. Иә, мен мына жерде түсіріп болдым айналамды. Басқа жаққа барсам бардым, бармасам бармадым. Мына жақта міне адамдар көрініп тұр ма? Ой. Спортпен айналысып жатыр. Ой, көрінбейді ау. Жарайды. Мақұл. Болса болды, өшірсем өшірдім, өшірмесем жалғастырам. Влог жалғассын. Ал өткені мен өте әдемі жерге келдім. Мына жақ өте күшті жер енді. Үйлері болса, әрқайсысы $1,000,000-дан асатын үйлер. Mansion дейді ғой. Мына парк, судың қасындамыз. Мынау теңіз, көріністі көріп таңғаласыздар. Дадам дейді. Ал міне
түсетін жері осындай өте төменге кішкентай жерден осылай түсесің. Тепшектермен су, кемелер, карго түрлі. Мына жақта аралдар. Виктория деген қалаға, сосын тағы бір жерлерге баруға ғой. Бірден төменге түсіп кетесің осылай. Біздің үй мына жақта ары қарай. Мынау не? Жарнама. Oh wow. So the stairs were opened on my birthday 20 years ago. Oh. Are you 20 years old? Yeah, 20 years old for sure. Can't buy alcohol in the US, sorry. Шамалы жүріп кеттік. Мына үйлер, әдемі үйлер шыға ма екен, шықпай ма екен? Мына дәу. О, шықты. Хан сарайында үйлер деп. Украина туы. Кішіреп қалды үйлеріміз. Кейбіреулері дәу, кейбіреулері орташа. Бірақ негізі байлар тұратын бөлігі қаланың. Тағы да канадалық. Міне осылай туларын іліп қояды. Ұшып бара жатыр. Ой, қалай жақындатам. Үйрен алмай жатырмын. Қарасаңыздар, алдымызда тау бар, қала бар, су бар деп, барлық нәрсе бар. Айды көріп қалдым, айды түсіріп алайын, қалай көрінеді екен. Әдемі екен, өтіп кетті. Ақ үлкен үй. Ой, мынау қызық нәрсе екен, бір өзі мініп алып, бір адам мінетін. Бұлардың түрлі өсімдіктері егеді ғой. Өте көп ағаштары мен өсімдіктері аулаларына егетін. Сосын көбісінің гүлдер ашып тұрады жазда да. Қанша осы жолдың өзінде қаншасын көріп тастадық, иә? Міне осындай сияқты Қазақстанда екмейді ғой. Неге? Ал кешкі ас жейтін уақыт келді. Және де түнгі режимде дейміз ба, түнгі мезгілде түсіретінде уақыт келді. Сапасын көреміз. Мынау оңтүстік Африка мемлекеті бар ғой, солардың рестораны. Соны көретін боламыз. Қытайша әртүрлі ресторандар тұр. Іші мынандай екен. Ой, бұрылып ағайын екен ше. Мен бұрып қойдым да терезеге. Ал мынау қимылдамай жатыр. Ше әдемі сияқты. Мынау ресторанның іші артымнандай әдемі жер екен. Сосын жеп отырған тамағым. Тамақ әдемі көрінеді. Осындай әдемі жер. Ал тамақтан көрейін жеп. Сонымен менде осындай влог болды. Осымен аяқтайын, аяқтамай өзінен өз
ешқандай аяқтамай өшіріп тастаған видеоларым болғандығын соңында қоштаспайтын сөздер айтпайтын, сонымен солай жасамайын деп қоштасып барып видеоны аяқтайын дедім. Қарағандарыңызға осы уақытқа дейін рахмет. Және де камера туралы пікірлеріңізді айтып кетіңіздер, қандай екен. Рахмет.